Бұл ісім түбінде жақсылыққа апармайтынын білдім. Қателігімді түсіндім, алайда тым кеш. Жастайымнан әкемнен айырылып ерте есейдім. Анам мен қарындасым үшін жауапкершілік менің мойнымда екенін түсіндім. Тұрақты жұмыс жоқ, ақша жетпейді, бітпейтін проблема. Қосымша жұмыс іздеп жүріп, мына хабарландыруға көзім түсті. Бір айда 500 мың төлейміз деп уәде берді. Ешкіммен кездеспейсің, қолма-қол товарды бермейсің, ақшаны да қолма-қол алмайсың дегесін дымда қылмайды, онда тұрған не бар деп ойладым. Тәуекел еттім. Сөйтіп, есірткі тығуды бастадым. Бұл жұмысқа не тәжірибе, не диплом қажет болмады. Тек өздері берген мекенжайда есірткіні жақсылап тығу ғана сұралды. Барлық проблемамның шешімі осы деп ойладым. Отбасымның қарыздарын жауып, қымбат сыйлықтар ала бастадым. Бұл жұмыс заңсыз екенін білдім, бірақ жеңіл ақша санамды улады. Соңғы есірткіні тығам, сосын бұл істі тастаймын деп жүргенде темір тордан бір шықтым. Енді тым кеш. Оңай табыс жетегінде жүрем деп өмірімді құрдымға жеткіздім. Анашым, сені бұл халге жеткізгенім үшін кешірші. Өкінішке орай, қазіргі таңда оқушылар мен студенттер арасында есірткі мен психотропты заттарды сақтау және тасымалдау қылмысын жасау фактілері көбейіп барады. Қазақстанда бұл қылмыс үшін жауапкершілік қатаңдатылды. Бұл қылмыс аса ауыр қылмыстар санатына жатады. Қылмыстық кодекс бұл әрекет үшін 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Есірткі тарату қылмысы үшін жауапкершілік 14 жастан басталады. Прошу всех встать, суд идет. Предусмотрено статьей 297 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Статистикаға сүйенсек, елімізде наркобизнеске тартылған жастардың саны жылдан жылға көбеюде. Ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне сәйкес, 2021 жылы есірткіні өткізген үшін 233 адам қамалып, ал 2022 жылда бұл сан 259 адамды құрады. Көбінесе бұл 18 бен 29 жас аралығындағы азаматтар. Шалыс басқан жастар өз өміріне балта шапқанын темір тордың аржағына түскенде түсінеді. Жастардың сотталғаны ұлттың болашағына әсер етеді. Өз өмірің өз қолында, дұрыс шешім қабылда.